Сәлеметсіздер ме балалар? Біз сіздермен қазір 79-0-67 нұсқаны орындайтын боламыз. Міне бұл жерде оқу сауаттылық, математика, жаратылыстану пәндері бойынша берілген. Бірінші мен аты жөнімді жазып қоямын. Білесіз, енді мен қазір тек оқу сауаттылығы бойынша орындайтын боламын, түсіндіретін боламын. Бастадық. Мәтін оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. Жылқы жайлы жөн-жосық. Қазақтар жылқы жейтін шөптерді екі түрге бөледі: ақ от және қара от. Ақ отқа қара топырақты жердің селеулі шөптері, қара отқа сары топырақты жердің жусанды, изенді шөптері жатады. Халық жырларындағы жылқының мыңнан өсірген арқаның тарлау бозы деген сөз тегін айтылмаса керек. Осындағы тарлау шын мәнінде ерекше шөп, жылқының жан азығы. Халық оны тіпті дәріптеп, ат құтыртқан деп те атаған. Тарлаудан соң жылқының негізгі бетеге, мына жерде көп нүкте қойылған балалар. Жылқыға қатысты бетегелі белге бітем, найза ұстаған ерге бітем дегенде сөз бар. Жылқының азығын жан-жақты зерттеген ғалымдар мынадай тұжырымға келген: жылқы ажырықты жыл бойы, шиді қыстан көктемге дейін, изенді жыл бойы, ебелекті күзде және қыста, тасбүйірғынды күзде және қыста, көкпекті күзде, көктемде дейін, майқараны күзден және қыста, бетеге, боз, ақселеуді жыл бойы жейді. Енді балалар, көп нүктенің орнына қай сөз қойылады дейді. Мына жерде көп сөз. Тарлаудан соң жылқының негізгі ол азығы болады, бетеге дейді. Келесі екінші сұрақ: жылқы жыл бойы не жейді? Ажырық, көкпек, бетеге. Олардың барлығын біз мына мәтіннің ішінен тауып аламыз балалар. Келесі үшінші сұрақ: мәтін бойынша қазақтар жылқы жейтін шөпті қандай түрге бөледі? Міне жоғарыда көрсетілген, екі түрге бөледі: ақ от және қара от. Демек, ақ от және қара отты белгілейміз. Төртінші: ат құтыртқан деген қай шөпті атайды? Ол ат құтыртқан деген шөп ол тарлау, міне. Демек, тарлауды белгілейміз. Келесі мәтінді оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Көңілі қасқыр, үзінді. Осы мәке қасқыр дегеннің түсі суық, қауіпті аң ғой. Қарама қарсы бірме-бір кездескенде сескенбейсіз бе деп сұраймыз. Әй балалар-ай, қанша түсі суық дегенмен тайса алмай баруға тура келеді ғой. Тек жүрек мықты болсын де. Тәңірім оларға 100 кісінің жүрегін берген шығар дейсін. Сен одан көзіңді көзіңнен алмай тура бар. Саған қарсы қарап, азу тістерін ақсита, аузын арандай ашып, от болып жанған қып-қызыл жанары шатынай қарап ұмтылғанда қандай жүректі деген пенденің өзі де бір селк етері сөзсіз ғой. Ол арада сезімге берілетін уақыт қайда? Қолыңдағы қаруың сойылмен қара тұмсықтан дәлдеп ұрып шаруасын бітіресің. Бұл қақпанға түскен қасқырға істер амалың. Ал қансонарда қуып жеткен қасқырың арлан болса, соңғы минуттарда шорт бұрылып саған атылары анық. Аңшының өзіне сай аты да мықты болу керек. Бөріні көп болған атта сенің әр қимылыңды аңғарып келе жатады. Мысалы, бөріге жетіп, сойыл сілтер жерге келгенде, сенің тізгін қағуыңды қапысыз сезіп, бөріні оң қапталына оңтайлайды. Бөрі саған қарай атылғанда ол жалтармай бағытымен көсілте береді деп мәкең сүлгімен маңдай терін бір сүртіп алды. Балалар, енді мәтіндегі сойыл дегенде қолыңдағы қаруың сойылмен, яғни ол қолыңдағы қарудың бір түрі екен балалар. Аңшының әр қимылын аңғаратын жануар, ол не мына жерде кездесіп тұр, ол атыйы аңшының. Енді арлан сөзінің синонимі ол аталық жануар. Келесі 8-ші мәтін бойынша қасқырдың сипаттамасына келмейді, ол ұзын құйрықты, балалар. Мәтінде жыртқыштың қандай аты кездеспейді? Бөрі кездесті, қасқыр кездесті, арлан кездесті, тек бөлтірік кездескен жоқ. Енді аңшының өзіне сай аты да мықты болу керек. Солай жазылған мәтінде, демек мықты деген нұсқасы дұрыс. Міне балалар, осымен оқу сауаттылығына арналған 10 сұрақ тестіміз аяқталады. Сіздерге мен сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.